Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, қамыры жұп-жұмсақ болып шығатын, ешқандай ашытқы қосылмайтын және 15 минутта дайын болатын пиццаны әзірлейтін боламыз. Видеоны толықтай қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойуды ұмытпаңыздар, сонда менің видеоларымды алғашқылардың бірі болып көре аласыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға бөлме температурасында қаймақты саламыз. Үстіне майонезімізді салып аламыз. Содан соң жұмыртқамызды қосамыз. Және дәміне қарай шым-шым тұзымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте разрыхителімізді саламыз. Ұнымызды алдын ала илеуіштен өткізіп, ұнымызды салып шығамыз. Барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Құрамын толықтай описанияға жазып қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Бізде қаймақ сияқты қоймалжың масса, сұйық массамыз дайын болады. Енді осы сұйық массамызды противинге құйып, қасықтың не болмаса венчиктің көмегімен жақсылап бетін тегістеп төртбұрышты қылып форма қылып алатын боламыз. Бетіне соус ретінде мен кетчупты пайдаландым. Енді бетіне қалаған начинкаларыңызды қосып жасай берсеңіздер болады. Мен екі түрлі колбасаны пайдаландым. Алдымен вареный колбасаны осылай төртбұрышты қылып турап алып шықтым. Ендігі кезекте бетіне копченый колбасаны осылай домалақ қылып қойып шықтым. Сіздер кез келген начинка қойсаңыздар болады, яғни помидор болмаса болгарский перец пайдалансаңыздар да болады. Алдын ала үккіштен сырымызды өткізіп алып, бетіне сеуіп шығатын боламыз. Осы уақытта пешімізді қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің пиццамыз қызарып, өте дәмді болып шықты. Бар болғаны дайындалуға 5-10 минуттарыңыз ғана кетеді және 10 минутта пісіп шығады. Қамыры жұп-жұмсақ болады. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Біздің отбасымызға ұнады. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеоларда жолыққанша қош сау болыңыздар.